Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. Бүгінде жолдас болдым 80 менен, жүрегім еш нәрседен сескенбеген. 80-ің енді маған көңіл емес, қаншама мықтымын деп өскен менен. Көз алдымда өмір өтіп бара жатыр да. Көз алдымда менің баяғы ширақ, аузымен құс түсірген анам менің. Көз алдымда картайып, көзін ашып жұмып, біршама жаңағы бойынан қуаты кетіп, уақыт өтіп бара жатқан уақыт, әркез оның бойындағы физикалық қуатын ғана, рухани қуатын Алла сақтасын, альхамдулилля, иншалла, альхамдулилля орнында. Физикалық қуатының кеміп бара жатқан көрген сайын бетіне қарасам ішім ашиды, жылағым келеді. Осы ауырса да басқа болса да көзін ашып жұмып, осы ортамда тірі көз алдымда тұрса екен деп ойлайды. Қолдан келген пенсиядан кейін осы Алланың жолын жасап отырған адам ол кісі. Қолына қандай ақша түседі, балаларына соны сөйлете садақа беріп отырған адам. Әкеміздің үйреткені анаңды сыйла деп. Анамыздың үйреткені әкеңді сыйла деп. Сондықтан да бір-біріне деген ыстық ықыласпен зор сыйластықтың арқасында осындай өте жақсы семья болды да. Шешеміздің аузынан шыққан сөз өмірде жерде қалып қоймайды, әкеміз тақырқыз орындайды. Ал енді әкеміздің аузын ештеңе айта қоймайды, бірақ көңілде тұрған шаруаны шешеміз айтпай жатып түсініп, соның бәрін орындап тындырып отыратын. Содан енді мен өте үлгілі семья деп айта аламын. Ата-анамның отбасы өте үлгілі семья болды. Сол осы кейбір маған қымбат, жақсы көріп, анам ғой. Кімнің 3 қызы болып, оларға дұрыс тәрбие берсе, маңдай термен тапқанмен қиындырып бақса, олар ол үшін тозақ отынан қалқан болады. 3 қыз тәрбиелеп ұясына қондырудың маңыздылығы жайлы Аллах нәбиі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам осы хадисі елге кең танымал. Бұл хадис қыз баланың ислам дініндегі құрметін ғана емес, перзент тәрбиелеудің салмағын білдіреді. Ал осындай асыл мұратты бағындырған қазақ даласында 20 ғасырдың орта тұсында халқымыздың демографиялық өркендеуіне үлес қосқан алтын құрсақ аналарымыз бүгінде самайын күміс шалған әжелер. Қарағанды өңіріндегі Жаңарқа кентінің береке бастауы болған бұл аналарымыздың барлығы 10 перзенттен тәрбиелеп, тек батырлықтың ғана емес, асылдықтың да шамшырағына айналды. 42 жылдың қыздары ғой сорлап келді. Ассалаумағалейкум, рахматуллах. Дәмі мен сәні жарасқан аналарымыздың әр қайсысы бүгінде еңселі 10 шақты шаңырақтың батагөйі ғана емес, қазақ елінің тілекшісі. Олардың барлығы Айнагүл Кәдіркей қызы Тілеухан келінін үлгі тұтады. Өйткені Айнагүл әженің 14 құрсақтан аман қалған 9 перзентінен бүгінде әр таңды Аллахты ұлықтаған азан даусымен қарсалатын, имандылықты ту еткен бірнеше шаңырақтан тарап отыр. Кейуананың айтуынша, бұл ұлы бастаманың тамыры сонау саясаты ызғарлы кеңес үкіметінің үкімінен Аллах тағаланың үкімін артық тұтқан әкенің батылдығынан басталады. Мен үйден намаз оқып келген жоқпын, мына Бекболаттың әкесінен тұрмысқа шыққанда оқиды екен, ұрлап оқиды екен, онда партия дегеніміз бар ғой. Оның оқитынын мен де білгім жоқ дегенде. Әгі қазақ бір омыртқасы болады ғой жай уақыттан. Сол бір соғымда омыртқаға шақырып отырғанда жаңа біразар жерден шариғат айтты. Осы мына заманда намазға қарсы ғой үкімет енді. Сөйтіп жүрген уақытта намазға жығылса 28 пайғамбардың правасымен правасы бірдей болады. Сауаптығы. Деді, осы құлағында қалды, келді да, жаңағы жуынып, тазарып, шомылып, бұрын біледі өсік түгел сабағын, келді намазға жығылды, ұрлап жығылды. Бірақ адамға айтпаймыз, өзіміздің семьямыз ғана біледі. Сол намаздан 72-сінде қайтыс болды, сол уақытқа шейін намазын үзбей өтті. Ораза тұтты, талай партияны жиналса тамаш кізді. Аузы берік болып жүрген адамға тамаш кізді. Ол өзі аржағы беріп көп тұрып, қорыққаннан тамашкенге ауыз ашылмайды екен. Енді ол әкелер ұрлап оқыса, қазір еркіндік болды. Менің 25-26 немерем бар. Ең кіші өзім қолында 12-де қыз 9 жасында жығылған. Біздің жататын бөлмемізге келіп, әкеміз таң намазын оқиды. Одан кейін таң намаздан кейін
алладан сұрап, құдай ағыл теріп жылап, аллаға жалбарынып, тәспих тартып сөйтіп отырған уақытта мен сол бөлмеде жатамын да төсектің астында жатып әкем жылағанда әкемді айып қосарлап жататын. Бірақ түсінбеймін әрине. Сөйтсе ол кісі жаңағы аллаға жалбарынып алладан сұрайды екен. Әкеміздің сұрағанның арқасында, әкеміздің аллаға жалбарынғанның арқасында соңынан ерген жаңағы балапандары жаман болған жоқ, бәрі намаз оқиды. Бірақ ол уақытта біз намаз деген екенін түсінбедік. Біз намаз оқуды 97 жылдан бастадық. Таң намазын оқып жылап отыратын, ағылып, егіліп. Өзімізде арызлаған жоқпыз. Қандасында ғана жас шығады, оғыз қолайлы күтін Аллаға жылайтын. Мен не болам Алла деп. Соны көріп өстік біз. Бертін келе компартия біздің жүрегімізді жауып тастады ғой енді. Ол жапқан жүректі Бекболат себепкері ашты қайттан. Енді сол әкеміздің Аллаға сондай берілгенде Алла Тағала бізге сондай иман берсе, хидайет берсе екен деймін. Шешеміз де намаз оқиды, көрдіңіздер, 80 асып кетсе де. Сол Алла Тағала біздің ғибадатымызды күшейте берсе, иманымызды күшейте берсе деп Алладан тілейтініміз осы. Осы жақсылыққа түсіп кеткеніміз, арақ деген екенін білмегендігіміз, бәрі сол біздің әкеміздің тілеген тілегінің арқасында болды ау деп. Күннен күнге жаңаға көбірек мойынсынып, мынау өте бір жақсы жағдай екен деп өзіміз ойлаймыз. Алладан қорқамыздағы артық сөз, артық өтірік айту деген, мысалы үшін жоқ деп ойлаймыз отбасымызда. Ұрлық жасау деген, отбасының жақсы тәрбиесінде де, жақсы жүріп жақсы тұруға да өте дұрыс жол деп солай деп ойлаймыз. Құдайға құлым де, Мұхаммед үмметімде, шәһәрлер достымде, неген өліміңнен, қауіп қатеріңнен, сергелдің жолынан, дозақ отыңнан сақты дейміз. Алла семьямызға бірлік бер. Балаларымның Алла өмір жасын ұзақып пәрежелден сақты деп, намаздан артынан өзінің тілегі болады. Осыны үлкендеріміз үйретті ғой енді. Үнемгі сол 28-мізден бастап тілегенге, әлхамдулилля, осы уақытқа шейін жасым 83-те, сол біздің жүрегімізге әбден мөрқсап басылық баған сияқты. Жаңағыны сол шәждеде тілегенде намаздан артынан ең алғашқы біткеннен кейін қолымыз жайып тілеп жүрдік. Одаған шариғатты естіп, шәждеде жатып оқу деген Алламен жүздесу деген екен. Сол уақытта тілеген тілек қабыл болады деп, осыны шәждеде тілейміз. Еліміздің амандығын, Алла еліміз аман, жұртымыз тиісіп, Қазақстанымызға Алла береке бер деп, осы білген жақсы тілегіміздің бәрін тілеп жатамыз. Алла қабыл қылсын, Алла біледі. Шынында Аллахтың қасында ең ардақтыларың, тақуаларың. Шәксіз Аллах толық білуші, әр нәрседен хабардар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Адам баласына қиянат жасамау, адам баласымен сыйласу, ешкіммен нараз болмау, мені имандылықтың бәрі осыдан келеді. Мойныңда ешкімге берешек болма деді, ажал жақын деді. Екінші, адам баласымен нараз болма деді. Егер дүниядан өте кетсек, әркімнің тырнақтап жинаған сауабы бар. Жаңағы араз болған адамға біздің сауабымызды кеп береді. Біз аздаған қаншасын береді, оны Алла біледі. Ал енді сауабымыз жоқ болса, оның күнәсін әкеп бізге жапсырады екен. Араздықтың жамандығы сондай. Сондықтан өзі былайша қарап отырса, адамгершілікке салып отырса да, жалп бермен тату болу, сыйласу деген өзі не жетсін. Әлемдердің патшасы ұлы Аллах Тағала адамдардың сыңсыған дәулеті мал-мүлкі емес, имандылығы құрметке жеткізетін ескерткен. Ал соңында ізгі тақуа ұрпақ қалдыру нағыз қазына. Ол қазынаға ұрпақ тәрбиелеген кез келген адам жете бермес. Тек ақиқат жолы ислам дініне ұмтылғандар ғана игілікке бөленетінін Раббымыздың өзі қасиетті Құранда сүйіншілесе, оның өмірдегі дәлелін Айнагүл әженің әулетінен байқауға болады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Жақын жуғымызды соғыстың уағыздарын тыңдаса екен деп жақын жуғымызды кәді бір қонақ сияқты енді басқа дүниенің бір сай болмаса да әйтеуір нан, май, шайымыз, етіміз бар ғой енді. Сондайды жинап алып, ортамызға ала қалып, солардың уағызын тыңдайтынбыз. Мені сол уағыздың жемісі ғой, осы балалардың айналдап үйіліп кеп, осы намазға елден бірінші қылып, әлхамдулилла, Алла қабыл қылсын.
әр нәрсені ойлап отыратын, енді сұмдық ақыл есі ел басқармағанмен өз семьяның ішінде бір ауыз сөзім жерге қалмаған анамын ғой мен. Сосын осы үйде нені Жаңарқаның бит комбинат екен, сатып алдым арзанға. Садигі сатылып алды, онды сатып алдым арзанға. Ешкім алмайды. Құлақтандыру, Құдай-ау су тегін шіркін ақшамыз жоғай деп ел қызығып отырады. Өш жерде 7 шақырым жерде Ақтелек деген жер бар. Оған да өзімнің балалар берген андайымдай ақшам жинап, сауап болады дегеннен кейін тағы молдалар, ой жұмақ беш деп аузымыздың суын ағызғаннан кейін ойбай-ау енді менің ақшам бар. Дедім де Ақтелекке мешіт салдырдым. Онда да қазір жамағаттар көп барып жатады. Несіне имамына ақшасын өзін төлеп тұрамын. Сосын осыны алыңдар да үйдің жанына мешіт салыңдар. Қартайғанда азанын естіп отырайын, Алла сауаптан жассын деп, мынаны өзбектерді жалдап алып, екінші этажын алып, бұны өзін бір этаж қылып шатыр қылып үйіп қойды да, екінші этажын мешіт салдырдық. Мына қасымыздағы мешіт осы үйдің екінші этажының табары. Жердегі Раббымыздың нұры құйылар шаңырақ мешіт салдыру Аллахтың әрбір сүйген құлының арманы. Жаңарқа өңірінде екі жерден сондай күмбезді екі ғибадат үйін салуға себепші болған Айнагүл әженің қадамын қатар құрбы көрші қолаң ерекше ғибрат тұтады. Мінекей мешіт, иншалла, бұл Алланың жолына бірінші тұратын адам. Құдай деген құр қалмас деп осыдан пример айтуға болады. Ол Аллаға жылаған адам Алланы миынан ұйықтаса да, оянса да, жүрегімен миынан шығармаған адам. Иншалла, Алла жарылқайды. Иншалла, жарылқап отыр. Осы мешітке мұрындық болып осын салдырып, мына үйдің жанынан азан шақырып өстіп атқан осының өзі Алланың рахманы жауып отыр деп ойлаймын. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шалыда жақсы Құдай деген адам болды, соның тілегі шығар балаларының мынандай арты мынандай болғаны. Жаман емес, біз әлі де болса жақсы тілеудеміз, кемпір болсақ тағы. Бірімізге біріміз туыстай қатынасамыз. Туыс оның қасында ештеңе емес. Туыстан артық болғаннан кейін ол көршіге кім теңеседі? Ешкім теңеспейді. 56 жылда кім көрші болып тұра алады жақсы күні бүгінге дейін. Осыменен күн өлтіп отырмыз бәріміз. Біреудің ұруын сұраса, негізін сұраса, нағашым екен дейді ғой. Сондай-ақ бұл кісі менің нағашыбам болады, шешемнің сіңілісі болады. Сол жағынан жақын жүреміз, жақын тартысамыз. Енді қазір үйіміз Жаңарқада бірге тұрамыз, ертелігі қатынасамыз. Келіп шариғат сұраймыз кей уақытта, кей уақытта кітап сұрап аламыз. Енді бұл кісіні ертеден білеміз, намазға соғыс уақытында оқиды деп айтатын біз ол уақытта біз оқи қоймаймыз, қазір намаз оқимыз, ораза ұстаймыз. Әлі 80-ге келсек те, ол кісі барған жерге барсақ екен, бірге дастархандағы болсақ екен, жақсы жаман білсек екен деп отырамыз. Адамның деймін, адамгершілігі, ақыл ой санасы қасында кім жүргенді біліп түсінген адамға оның жолында садаға кетуге болады. Егер құныңа, пұлыңа, ақыл ойыңа түсінбесе, ол адамды адам деп айтуға да болмайды ғой. Оның қажеті де жоқ. Соғысты көрдік, мешінің шет жағасын көрдік, бәрін көрдік. Ал енді тап қазір қой үстіне торғай жұмыртқалайтын замандай болып тұр. Осының қадірін, қасиетін білсек. Алла қашанғы бізді тарылта берсін, қашанғы бізді нете берсін. Көрген таршылығымызға қарай бір кеңшілік заман тудырған шығар Алла. Баяғы денеміз 96-ға кеп өлді, сонда айтады. Ой құлыным ай, мені 96-ға келді деп отырсың, көп жасады, көп көрді деп отырсың ғой. Жоқ. Аны есіктен кіріп, мұны есіктен шыққандай болмады осы 96-м деді. Апырмай мына кісі деді, тойымдық жоқ екен деп жас кезіміз ішімізден ойлаймыз да қоямыз, айтуға ауыз қайдан кетсін оған. Сол айтқандай ақ мінекей енді мен 80-ге келдім, Айнагүл 80-нен асып кетті. Бірақ осыңыздың барлығы жаңағы енеміз айтқандай, мына есіктен кіріп, мына есіктен шыққандай болған жоқ. Жақсы өміріміз, жақсы түсияқты, ренжіген өміріміз, адамымыз қайтыс болып,
ептеген бала қайтыс болып, оның бәрі жаман көрген түсіміздей, бірақ ақыл азық ой қуат. Кім-кімге де ақыл азық ой қуат болса, сол адам қажымайды. Әрине, мешіт салу мақтан емес, Раббымыздың разылығына бөленіп, жәннаттағы мәңгілік мекеніңді сайлаудың бір қадамы. Ал сауапқа кенелудің сан саласын меңгерген Айнагүл әженің өзге де ғибратты тәжірибесі мол екен. Сол өз маңайымызды мұршамыз келгенше үгіттеп, намазға жығып, көпшілік адам сәждаға басшылмай дүниеден кетіп жатыр. Мұршамыз келгенше осы білгенімізді айтып, намазға жығып, өзімнің маңайым, өзімнің 3 жасығы сіңілім бар еді. Оның өзі де қыздарын да үгіттеп күндізіне. Мә ұзын көйлегің, мә ақысы деп, Алла қабыл қылсын қарағым. Кәдіп күнде көңілің айтқаныңды істеп, намазға жығылғаннан кейін ырза болып тұрады екенсің. Келіндерім бар енді, жаңадан үйреніп жүрген. Соған енді өзімше бірдеңемді, мен енді маған енді алтыннан керегіне қарағым, бүгін ертең деп отырғанда. Бәрі менен дәметеді, бар дейді ғой. Соған намаз оқитындарға берем мінекей. Намаз оқысаңдар сендерге де беретінем. Ұзырасында садақаны намаз оқыған адамға бер дейдік. Оқыңдар мінекей, әлі сақтап отырмын деп жүзтемді көрсетіп қоям. Осы жағдайға ептеп Бекболат екеуінің арқасында намазыма жығылып, Алла деп Алладан тілеп, сіз менің туған анаммен бір құрсақта бірге болдыңыз, ертең менен сұрайды, намазға бара білгеніңізді айтып, жығылыңыз деді. Аллаға шүкіршілік, сол бар білгенді айтып, кітаптан оқып, Айнагүл олай үйретті, бұлай үйретті, қоса отырып, әйтеу шүкіршілік, ептеп жығылып атырып, Алла қабыл қылсын. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, жарқылдап мына жалған алдары бірақ. Ертең өзің қайдасың білмейсің, өлмек үшін туғансың ойлаған жырақ депті абай аталарың. Өлмек үшін туғанымызды әрбір пәнде мойындайды, оның ішінде жасы келген адам тіпті мойындайды. Әке үміті, түн ұйқысын 4 бөлген ана бейне тақталды. Ал күллі ғаламды жаратушының ұлылығын паш етіп, елге имандылық нәрін сепкен балаларының қамқорлығына бөлену кез келген ата-ананың арманы. Ал ата-ананы құрметтеу арқылы Аллах тағаланың разылығына бөлену Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам әрбір үмбетінің мақсаты. Қартайған әке шешең айтқан жылы сөз тау сауап екенін біліп тұрсаң, және сенің айтқан оның риза қылған әрбір қадамың арқылы сауап жинап жатқанды біліп отырсаң, сол сауапқа себепкер болған адамды қайдан қадірлемейсің? Егер сен мұсылман болсаң, әрине, сен Құдайдың бар екенін, оның бір екенін, одан басқа тәңірдің жоқ екенін, және одан басқа сыйынуға лайықты ешкім жоқ екенін біліп отырған кезде, Құдай солай десе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннаты солай болса, хадис солай деп тұрса, аят пен хадис солай деп саған міндеттеп тұрса, қалай осылайша істемейсің? Бекерден бекер айтпайды ғой. Жүсіп баласағында да, үйгенекейде де, абайды да біл дейді. Біл деген нәрсе осы білетін нәрсеміз. Біріншіден ол кісінің бойынан сіздер мейірбандықты да табасыз. Ол кісінің мойнынан сіздер мысалы кішкене болса да тәртіпке шақырушылық жағында табасыз. Сондықтан да осындай екі жағдайды өзімен бір-бірімен ұштастырып, сондай өзінің балаларына сондай өте жоғары мәнді тәрбие берген ана. Тәрбие деген дұрыс нәрсе. Бірақ ананың сүті атаның күшімен келген әрбір балада жеке қасиет болады. Біреудің дарынды болып туады, біреу орташа күнкөрерлік болып туады, жаратылысы әртүрлі болады ғой. Тәрбие соның болайын деп тұрғанына ғана қабыл алады. Өзінің кетесінде жоқ болса, тәрбиеңіздің қотқасады деп мен айта алмаймын. Бірақ әлхамдулилля, менен 14 туды, оны кәдімгідей ер жетіп кәмелетте жасына келді. Бекболаттан үлкен балам 23-нда бар еді, қайтыс болды. Басқасының бәрін осы айтқанымызды екетпейтіндей қылып тәрбиеледік. Соның енді бүгінде жемісін жеп отырмыз. Менен туған әкесі, шешесі бір бала, 10 балам тіреді, соның ішінде ең бірінші Бекболат бұрын жығылды дедім. Соларға бәріне беріп отырған тәрбие біреу ақ. Бір кішкентай қабағымыз түйіліп, кішкене мамыз болмай қалған жағдай болды. Біз ауырсақ та, или әртүрлі шаруалар болып қойса, қатты уайымдап қалады. Қай баласына болмасын. Мысалы үшін қазір тірі 9 баласы бар, сол 9 баласының бәріне солай. Бәріне солай. Сосын кейін енді жасым 60-ға келіп қалды, жарты жыл қалды ғой енді. Сол 60-ға келсем де өзімді жас сезінем. Білмеймін, анам болғандықтан ба, алдымда Асқартауда анам тұрғандықтан ба,
Сол өзім әлі жас сияқтымын, әлі еркелейтін адам бар сияқты. Әкеме деген сағыныш осы күнге дейін сағынамын да әкемді. Ол кісі сондай бір жұмсақ адам болды да. Әкемнің қолымен мен әйтеуір басқаларын білмеймін. Осы Бекболат екеуміз ұрып көрген жоқ. Ал енді анамызды іздеп тұрамыз. Ол кісі өзі бізді іздеп тұрады, біз анамызды іздеп тұрамыз. Сондықтан өздеріңіз білесіздер ғой, ана мен баланың арасындағы махаббат қандай болады. Сондай сезім пайда болады да, кейде ойлайсың, не істеп отыр екен, соны біреу ренжітіп қоймады ма екен деп. Сондай ой келеді да, звондайсың. Бірақ ол кісі ешкім ренжіте алмайды да. Себебі ол кісі ренжітуге ешкімге мүмкіншілік бермейді. Өзінің ақылдылығының арқасында. Иншалла, Құдай қаласа бұның бір ауыз сөз, бір тілегім түрі тұрғанда, иншалла мен жерге тастай алмаймын. Әуелі анама деген махаббаттан істеймін. Одан бұрын Құдайдан қорқам. Өйткені анасын қадірлемеген адам, анасын қадіріне жетпеген адам Құдайдың қадіріне жетпейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үш қайтара: сендерге ауыр күнәлардың ішіндегі ең ауыр қандай күнә екенін айтайын ба деп сұрағанда адамдар: я Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам, айтыңыз деді. Сонда Аллах нәбиі саллаллаху алейхи уассалам: Аллах тағалаға серік қосу және ата-ананы қадірлемеу деп жауап берді. Біз туғанға қосылатын адамбыз ғой. Сол балалардың арасы 2 жасардан жаңағы 14 құрсақ көтергенде, сол 2 жылда бір бала, 2 жылда бір бала, ол уақытта мұндай дүниенің бар дайын бағалқам. Дүниенің бар дайын емес. Мысалы, нан жеген келсе бидай тарту керек. Жаңа көп семьялы адамбыз. Бірақ мен өзім қай уақыттан осы бейнетке, шаруаға үйір болдым. Ешбір бейнеттен қашпадым. Сонда сейімізді сауа жүріп, жаңағында арасы 2 жасардан бала туа жүріп, біз баланың денесіне кіші дәрет тегізу деген бір сұмдық кітапта күнә ғой енді. Сонда қараңыз, мұнда памперс та жоқ, дым да жоқ. Бұтына палдонка киізіп айтып сұрақ қоймыз ғой. Сорлы ана балаға деген қамқорлығы ананың сұмдық, ананың өмірінде міндетінен құтыла алмайды дейтінді сондықтан ғой. Сонда аузымызды лық толтырып аламыз. Баланың денесіне мұршамыз келгенше бір кіші дәретін тегізбей. Оны өздері де біледі, қалай неткендер. Өтіргендерінен де осы күні жан тиіштік қылып отыр ғой. Тәтем 14 баратуынан содан бастайды деп. Ол менің мақтаным емес. Ел құлағына кірсін, ұқсын деген үгітім ғой өзімше саясатым енді. Бисмилlah, Аллаху акбар. Қазір армандаймын, біздің балаларымыздың әлеуметтік жағдайы мүлдем басқа ғой. Шіркін сондай етіп өсіре алсақ, осындай тәрбие берсек, қандай жақсы болар еді деп ойлаймын. Бірақ қаланың жағдайында олай емес қазір енді. Елдің бәрі ақсаусақ, бір түңіліктен күн көріп түтіктен су ішкен заман ғой қазір. Сол еңбекқорлықпен өспегеннен кейін балалардың бәрі бір дүниесі. Бізді әке-шешелеріміз тәрбиелегендей, біз балалы шағаларымызды ондай тәрбие беріп бізге оңайға түспейін деп тұр. Зейнеп, кітабың не? Пайғамбарың кім? Алла біреу ме, екеу ме? Қазіргі жастарға мықты тәрбие керек. Өйткені еліктейтін шаруалар бар, жас, толық дін жетіп, осы соған бойлап отырған адамдар емес. Әлхамдулилла, бәрі намаз оқиды, мешіттен оқиды, дегенмен намаз оқыған олай-бұлай бұрылтпайды. Біздің қазақ тіліміз, дініміз берікпіз, осы дініміз бен тіліміз берік болса, қазақтығымызды жоймаймыз дейміз ғой. Осы қазаққа, қазақ жаратылғанда өзінің имандылық қасиеті өзімен қоса жаратылған Алла бізге берген. Сол имандылық деген нәрсе барып тұрған тәртіптің ең деңгейінің ең биіктігі осы имандылық. Имандылық болған жерде бәрлік береке болады, бәрлік бірлік болады, бірлік болған жерде тірлік болады дейсіңдер ғой. Сол осы имандылық дүниенің бәріне келтіретін, тәртіпке келтіретін нәрсе. Құран Алланың сөзі. Сол Алланың сөзін оқи отыра, біле отыра, өзіміздің немізге, рухымызға сіңдіре отыра, осыны пайдалансақ, барып тұрған имандылық, бәрлік қасиет осы Құранның сөзінде ғой. Соны мықты ұстасақ, Алла бізді жарылқайды. Әлхамдулилла.
Бата беру әрбір үлкенге міндет. Алла берген батамызды қабыл қылсын. Ел аман, жұрт тиш болсын. Ел басқарып отырған зиялы азаматтарымыз аман болсын. Халқымыз, қазағымыз аман болсын. Қазағымыздың тілі, дін аман болсын. Алла осы бағандан бері қазағым деп айтып атқан жақсы тілектеріміз қабыл болсын. Мен қазағымның жері қандай болса, пейілі сондай кең дейміз. Әлхамдülillah кең пейіл қазағымыз, еліміз, жұртымыз аман болсын. Басшымыз аман болсын. Дұрыс тәрбие, дұрыс жол тілдеп отырған әрбір бағыттарын Алла сауаптан жассын. Алла.